оқушым, бұл есепте бізге x қосу y-тің мәні 300-ден кем болатындай және 4x тең 5y теңдігін қанағаттандыратын неше x, y натурал сандар жұбы бар екенін табуымыз керек. Яғни біз екі натурал санның қосындысы 300-ден кіші болатын, әрі мына теңдік орындалатындай осындай неше жұп бар екенін табуымыз керек. Енді бұл жерде біз мына теңдікке назар аударамыз ең алдымен. Мысалы, мына жерде x-ті табатын болсақ, ол 5y бөлінген 4-ке тең, 5 пен 4 қысқармайды ғой. Мына бөлшектің мәні натурал сансыз шығу үшін y 4-ке бөліну керек деген сөз. Сонда y пен 4 қысқарып, мына жерде бір натурал сан шығады бөлшектің мәні. Егер қысқармаса, онда ол бөлшек болып қалатын еді. Енді осыдан біз білеміз, y 4-ке бөлінсе, y-тің мәнін 4 көбейтілген қандай да бір натурал сан k деп алайық. 4k-ға тең. Онда x-тің мәнін есептейік. 5 көбейтілген y-тің орнына 4k-ны қоямын. 4 пен 4 қысқарады, сонда 5k қалады. X-тің мәні 5k-ға тең екен. Енді екеуінің қосындысы 300-ден кіші болу керек, Сонда x дегеніміз 5k, қосылған y дегеніміз 4k. Ол жалпы 9k. Осы 9k-ның мәні 300-ден кіші болатындай неше k саны бар. Соны тапсақ жеткілікті. Сонда x пен y-ті біз таба аламыз, k-ның мәні кіші 300-ді 9-ға бөлсек, бізде жуықтап алған кезде 33,33 шексіз периодты ондық бөлшек болады. Мынау дәл нақты мәні. 300-ді 9-ға бөлдік. Енді k-ның осы саннан кіші болатын неше натурал сан бар? Әрине 1-ден бастап 33-ке дейін. 34-ті қоя алмаймыз, артық болып кетеді. 33 орындалады. Демек, k-ның орнына 33 түрлі натурал сан қоюға болады. Демек, осы x пен y-тің 33 түрлі жұбы бар деген сөз, Мына жерде, мысалы, бірінші жұпты табу үшін k-ның орнына 1-ді қоям. Мысалы, мынау 5, мынау 4. Екінші жұпты табу үшін k-ның орнына 2-ні қоям. Мынау 10, мынау 8 деген сияқты. Сөйтіп, 33 натурал санды қойсам, менде 33 жұп шығады екен.